қиналып шықырады. Мамалады ғой. Алкогольді сыра ішкен кезде белый горячканы мы істемей қалады. Малды бауыздап алғандай солай бауыздап кетті ғой. Не мынаны атпен сүйреп өлтірдіңдер ма? Мынандай жағдайға қалай жеткіздіңдер? Басы былқылдап тұрды. Жаңағы Айбар қазір шөп шегіп жүрген жоқ, бірақ іздеп жүр деді. Басынан табуретка ұрып, басын жарып больницаға барған екен. Апа дейді, ау десем, мен де түнде түсіне кіре ма деп ойлаймын. Мама қайда дейді. Бұндай еркектерді мен еркек деп санамаймын. Бұндай еркектерге көйлегін кигізіп қойып жіберу керек. Армысыз көрермен, біз қазір Талдықорған қаласының кіре берісінде тұрмыз. Осыдан 2 апта бұрын осы өңірде қоғамда үлкен резонанс тудырған сот процесіне нүкте қойылды. Былтыр шілде айында Баласаз ауылында 38 жастағы Айзат Жұманова күйеуінің қолынан азаппен қаза тапты. Бұл сот процесін көпшілік әйелін асқан қатыгездікпен өлтірген бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың ісімен салыстырып жатыр. Айзаттың азапты өліміне қатысты естігенде төбе шашын тік тұрар деректер рас па? Қандықол қылмыскерге сот әділ үкім шығарды ма? Тергеу барысында заңға қайшы қандай олқылықтар орын алды? Ең бастысы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбанына айналған Айзаттың өлімі қоғамға қандай сабақ болмақ? Бүгінгі шығарылымда айтамыз. Айзат өзі мектепте сабақты жақсы оқыды. Бұл жаңа барлық жағынан болды. Мектепте де, үйде де, барлық жаңа шаруаға жаңағы не болды. Сосын кейін бұл қыз ақкөңіл болды. Бір жаңағы мұғалімдер күнде менің нем болса, жаңағы жоқ заттан үйде тамақ жасап, кәдімгідей мені күтеді. Сосын үлкен қыз айтады екен, мамам келеді, тиіспе, ұрсады десе, жоқ, мен мамама стол жасап қойым керек деп, өзі сол 4-5 оққаннан тамаққа да жақын болды. И жаңағы сыртқы мал шаруасына да жақсы болды. Осы Қарабұлақтың больницасында да істеді, аптекада да істеді. Бүткіл жаңағы халықтың аузында Айзаттың қандай екендігі жаңағы мәлім. Сіз о баста күйеу бала болып жүрген кезде бір қылықтарына, бір ештеңке бір агрессивті, ашушаң екенін байқамадыңыз ба? Әлде ол білдіртпеді ме? Ол білдіртпеді. Мама, папа деп бас үстімізге түсіп тұрды. Бірақ жаңағы Айзат үйге келеді, екеуісі үйге келеді ғой. Айзатты тастап кетеді, бұл бір жаққа шаруамен барам дейді. Ер азамат қой. Ол кетеді, бірақ кеткеннен кейін ол жаңағы телефонмен Айзатқа айғайлап, сол сұрайтын, бұның ақша жібер маған, ақша сондай жаңа агрессия. Қанша жерде тұрды, Айзат екеуі тұрды. Мама ақша жіберші, бензинге керек. Мама не жіберші, Аруназың несіне жаңағы анализ тапсырған ақша керек. Сол кезде жаңағы Айбардың жаңағы айғайлап агрессивный соны сөйлегенін ғана білдім. Ал былай ол жаңағы ештеңкесін білдіртпеді. Қалай ақша сұрады? Ол сонда сіздерден ақша сұрап отырды ма? Ақшаға келгенде бұларды жаңа қолына емін-еркін ақша ұстатпады ғой деп ойлаймын. Өйткені мен өзім постоянно ол беріп тұрдым. Анасының айтуынша Айзат түнгі 3-тер шамасында көз жұмған, алайда күйеуінің туыстары түн ортасында не ауруханаға апарар жолда, не жан сақтау бөлімінде жатқанда да қызыңыз ауыр халде деп хабар беріп қоңырау шалмаған. Тек қайтыс болғаннан кейін шамамен 10 сағат өткен соң таңертең құдағи бір топ туыстарын ертіп келіп, Айзат ұшып кетті деп қызының қайтыс болғанын естірткен. Есікті аша салды, сағат уже 9 ғой, есікті аша салды. Мен есікті ашыпты. Мен құдағи неғып етерек айтпадыңыз деп, мен ана кісілердің ят қой деген үшін ұйықтап жатқанмын. Неғып етерек айтпадыңыз дедім, Айзат ұшып кетті дейді. Не ұшып кеткен деген деп мен сөйтіп жаңағы не еттім енді, қалай ол енді мен ол кезде жаңа Айзат жоқ деген не болмады менде. Ұшып кетті дегені, Айзат балконнан ұшып кетті, Wi-Fi-ді өтіп жатып дейді. Балконда Wi-Fi болған ғой, енді олардың кішкене аса не емес, енді осыдан бір кішкене ғана не шығар. Осы жерде Wi-Fi жөндеп атып ұшып кетті, менде болған жоқ бұл жерде деп сөйтті. Айбардың өзіне жаңа СИЗОға кіргенде айтты, мен көтеріп келе жатып дейді, лестницадан құлап кеттім дейді. Ол өзі де
не істегенін біліп тұрған жоқ қой. Біресе лестницадан құлап кетті, біресе балконнан құлап кетті, біресе есіктің алдында, біресе табалдырықта, неше түрлі версияны айтты. Ол білмеймін қалай оның бәрін жаңа ойдан құрастырып ертегі қылып айта бердім. Мен соған таңым бар. Жоқ, қараңыз, ол жақтан шығады, ол жақта участковый да жоқ, ол жақта жаңағы медпунктта фельдшерлер де жоқ, скорый шақыруға да бола алмайды. Сонда 120 километр Айзатты 3,5 сағат машинеде сылақтатып алып жүрген ғой. 3,5 сағат. Іспен таныстырам деп шақырды ғой тергеуші. Келді ма, шақырды ма, бір ай ма, даже білмеймін қай уақытта екендігін. Сол кезде мен ананы оқып отырғанда абайсызда дегенді оқыдым. Сосын кейін бүйтем, бұл не деген сұмдық, абайсызда деген. Жарайды, бірақ точка болса мен түсінейін. Бір құлақ қалса, абайсызда болып қалды мынау. Немесе екеуі алысып жүріп пышақ тиіп кетті мынаған абайсызда, алысып жүріп, ойнап жүріп, или жүгіріп бара жатып бір темірге құлап, бір жеріне кіріп кетті, мен түсінемін, жүрегіне кіріп кетті, өкпесіне кіріп кетті десе. Ол ондай дүние болып тұрған жоқ қой. Сол кезде мен айтамын, неге мынау абайсызда? Неге абайсызда? Сосын айттық, біз абайсызда деп отырып, қарап отырып, 163 пен 8 жылға шейін, сол кезде ғана біз есімізді жиып, мынау не деген сұмдық деген есімізге келді ғой. Айзаттың ісін қолға алып құқықтық көмек көрсеткен 3 заңгер мен адвокат Арман Шәріпов сотта тергеу барысында заңға қайшы олқылықтар болғанын айтты. Еске сала кетейік, іс әу баста қылмыстық кодекстің 106 бабы, яғни абайсызда адам өліміне әкелу бойынша тіркелген. Адвокаттың айтуынша, олар бұл баппен сол кездің өзінде-ақ келіспепті. Енді о бастан мынау тергеушілердің және прокурорлардың жаңағы құқықтық берген бағасымен мен келіспедім. Неге десеңіздер, бұл іспен танысып шыққаннан кейін барып мынау бейне таспаларды және фотоларды көрген кезінде, Айзаттың денесіндегі жарақаттарын көрген кезінде, яғни абайсызда адам өліміне әкеп соқтыру деген бабымен бірден келіспедім. Тергеушімен міндетті түрде кездесіп барып оған айтқан болатын. Бұл жерде мынау сарапшылардың берген қорытындысы дұрыс емес, онымен біз толықтай келіспейміз. Бұл жерде қасақана адам өлтіру бабына ауыстырылу керек деп біз бірнеше мәрте өтініш білдірген болатынбыз. Яғни қасақана адам өлтіру бабы 99 бап 2-ші бөліммен. Неге 2-ші бөліммен? Аса қатыгездікпен сол баппен саралансын, сол бапқа ауыстырылсын деп өтініш білдірдік. Айзаттың аяусыз соққыға ұшыраған денесін мәйітханадан көрген анасы сол жерде есінен танып қалған. Ал марқұмның туысы Раушан Дәуренбекова Айзаттың сау тамдығы қалмаған денесін көргенде өзін қоярға жер таппапты. Моргтың коридорында тұрдық біз. Сол жерге алып шықты, каталкамен алып шыққан кезде головой простыняның ішінде екен. Айзат алып шықты да тек қана бетін ғана ашып көрсетті. Мынандай бетін ғана, бет әлпетін ғана бұлай ашып көрсетті, беті түгел көк күмбек. Сол кезде жаңа жеңгем уже құлай бастады. Стенаға сүйеніп тұрып қалды. Мен айттым, түгел мен көремін түгел деп ашқыздым. Сонан санитар жігіт, маған тұрған жігіт ашып көмектесті. Одноразовый простыняны головойды аштық. Ашқан кезде мен Айзаттың үсті басының түгел көгала қойда екенін сол кезде көрдім. Көргенде үстінің бәрі сырылған, төс аймағында да ұрылған, көгерген нелер бар. Қолдарының мынандай қолының саусақтарының қарайып көгергенін, сосын жаңағы аяқтарының түгел сырылып, екі тізесінің бірдей қанталап сырылғанын көрдім. Жаңағы бірінші ашқан кезде мен сразу қолын басының астына тығып көрдім, өйткені сіңлімнің басы, Айзаттың басы неге сол жаққа қарай қисық жатыр екен. Сол кезде мен қолының астына басының астына қолымды тығып қарадым. Ұстаған кезде басы былқылдап тұрды, шүйде жағы. Сосын кейін мен сол кезде байқадым бұның бас сүйегінің сынғанын. Сосын ол жердің бәрі ісік болды. Содан кейін басы түгел шашы су болды, шылқылдаған. Сосын кейін бастың арасы мен қолым тыққан кезде жас шаштың арасында түгел құм. Сол кезде мен жағы сүйегін ұстап көрдім, жағы хрустет етті. Мен ойладым, жағы сынған екен деп ойладым, өйткені жағы сүйегі түгел ісік болды. Ісік болғанда неестественный ісік жаңағы жоғарлап ісіп кеткен ғой, бір как будто бір адамды қылқындырып, тамағынан ұстап қылқындырғанда болады, мынандай жердің бәрі көк күмбек, иектің асты түгел. Құлағы жырылған, аузының іші қан болды.
мына еріндерінің бәрінен қанның іздері білініп тұрды, что аузында қан болған. Содан сол жерде бізді шығыңдар деп айғайлап шығарып жіберді. Бұл қанды оқиға қоғамда кеңінен резонанс тудырған кезде марқұмды аттың жалына байлап сүйрепті деген сөз тарады. Туыстары бұл сөзді мәйітханада марқұмның осыншама қорланған денесін көріп, ашуға булыққан сәтте сотталған Айбар Жанболаттың туыстарына қарата айтқан екен. Содан мен шықтым да жаңағы Алма құдағиға қарап айғайлап жылап жібердім. Айғайлағанда айттым: не мынаны атпен сүйреп өлтірдіңдер ма, мынандай жағдайға қалай жеткіздіңдер? Мынау деген сұмдық қой, мынау Алма деп айғайладым. Сөйтіп айғайлап, Алмаға айғайлап жыладым. Ең сорақысы Айзаттың әкесі сол ауруханада ем алып жатқан сәтте қызының дәл сол мекеменің жансақтау бөлімінде қайтыс болғанынан хабарсыз болыпты. Марқұмның әкесіне қаралы хабарды туыстары естірткен. Содан бауырым шыққан соң күлді. Енді жымиып, енді ой бәрін жиналып кеп қапсындар ғой деп, енді ол ойында жаңағындай ой болған жоқ қой, онда біз бір жаман хабармен кеп тұр деген. Содан мен естірттім бауырыма. Бауырыма құшақтап айттым: Айзаттан айырылып қалдық деп. Сот барысында бейнебақылауда көрсетілді, Айзаттың жаңағы ауруханаға келген сәті. Негізі өте ауыр халде әкелінгені, ол сол жерде дәрігерлер де айтты, сот барысында. Неліктен оны жаңағы қоларбаға отырғызған, жаңағы жатқызбай, және де бейнебақылау камерасында Айзаттың ол қоларбада өзінің жаңағы отырғаны емес, тікеден былай қақиып жатқандығы. Яғни ол жерде енді барлығы көрді, ешқандай дене қимылын жасамаған Айзаттың, жаңағы Айбар жүрді, құдағиыңыз жүрді айналасында. Неліктен екені белгісіз, сол жерде медбике бетін сүртіп жүрді, бірден жансақтау бөліміне апармаған. Жатыр ғой сол жерде 10 минуттай ма, қанша минуттай болды? 10 минуттай болғанда жаңағы бейне жазбада нақты беріліп тұр ғой, 10 минуттай сол жерде жатқандығы. Келді, медсестра келді, айтты ғой: не істеймін мен? Айбар бірден кел деді ғой. Мен не істеймін деп қол былай ғой. Не істей аламын мен, өліп қалған адам ғой деді ғой. Содан-ақ белгілі ғой. Егер ол тірі болса бірдеңке жасап, қолын қозғалтып, аяғын етіп бірдеңке жасап еді, ол келді, битті. Бейне жазбада нақты көрініп тұр ғой. Мен не істей аламын деген. Осы эксгумацияға қалай келдіңіздер? Жаңағы іспен оқып абайсызда дегеннен кейін барып эксгумация? Иә, абайсызда дегеннен кейін. Бұл абайсызда анандай жарақатпен қандай абайсыздық дүние, ол жаңа қандай адамға болса да белгілі зат қой, ешкім айта алмайды абайсызда деген дүниені ананың. Оның екі қолы, беті, жотасы, аяғы, тізесінің даже саусағы. Изгумацияға қатыстым, 3 сағат изгумацияның жаңағы экспертизасын жасады. Сол кезде жаңағы подлопаточный первое ребро дейді, сонысының сынығы анықталды. Мидың астына қан кету, жаңағы ол в основном лобный областьтан ұрылғанда болады ғой. Сонда бастың бәрінен ұрып тастағандығы, сол жерде аса қатыгездікпен ұрғандығы сонымен белгілі болды. Сотта көпшілікке Қуандық Бишімбаев пен Шерзат Полат ісі бойынша белгілі сот медициналық сарапшы Тахир Халимназаров Айзат Жұманованың нақты өлім себебі ауыр бас ми жарақаты екенін растады. Айзаттың соткасын айғақ ретінде алынды ғой, ал бірақ ол жерде ешкімге звондамағаны, ешкіммен сөйлеспегені, біреуге звонок деген әңгіме жоқ. Айзатқа тек қана жаманаттық қараге жауғаны ғой, өзін жаңағы бір керемет қып көрсету мақсатында. Айбар Жанболаттың әйелін аяусыз соққыға жығуына оның жұбайын қызғануы себеп болған. Сотта ол келіншегім телефон арқылы бейтаныс адаммен сөйлесті деп, сол сәтте ашуға булыққанын айтты. Алайда сот барысында марқұмның өлерінің алдында нақты кіммен сөйлескені анықталмады. Сонымен қатар Айбардың кішкене алкогольді сыраға, ішімдікке әуес болғанды, енді салынып ішпесе де әуес болғаны, жиі ішкен, сонымен қатар тіпті көршісі жауап берген кезде шөп шеккен дегенде ақпарат шықты,
оны тірі кезінде Айзат та құрбысына айтқан екен, ол шегет деген. Сіздер мүлдем ондай бір ештеңкесін байқамадыңыздар Мен ма? байқамадым да, мен өсінге шейін естімегем де ғой сол уақытқа шейінші. Кеше мен осы Инстаграмға Айзаттың осы несі бір соттағы несі шыққанда комментарий жазып қойыпты. Айбардың шегетін бүткіл ауыл біледі ғой деп скрин жасап алмаған ғой. Сол күні Айбар 5-6 бөтелке сыра іштім деді, қателеспесе. Ол сырамен қоса бір шөп шегіп алып, соның әсерімен өстіп өлімше қылып сабады деп ойлайсыз ба? Ойлаймын. Ондай дүниені білмеймін, ол солға мас болып сондайлық есін білмейтінде пиваға мас болып сондай жасайды деген пе, ол сонымен бірге тағы бірге қоса бірдеңке пайдаланған. Ол да эксперт алынған жоқ, мысалы психотропты анализдер алынған жоқ, неге алынбайды? Менде әрине о бастан сондай болжам болды. Бұл сырадан бөлек шегіп алған бекен деген сияқты. Бірақ өкінішке орай соған қатысты арнайы жаңағыдай токсикологиялық сараптама жүргізіледі. Бірақ тергеушілер өкінішке орай 46 күн деп отыр ғой. Бұлай зерттеп анықтап қарасаңыз 46 күн емес, 56 күннен кейін барып тергеушілер тиісті сараптамасын тағайындап отыр. Яғни бұл жерде тергеушілердің салғырттығы ма? Жоқ, әлде білмегендіктігі ме? Кез келген күдікті ұсталған кезінде бірден оған сараптама жүргізіледі. Яғни бұл масан күйінде болды мекен, немесе нашақорлық жаңағыдай есірткі заттар денесінде бар мекен деп бірден сараптама тағайындалады. Одан бөлек сот медициналық сараптама тағайындалады, денесінде қандай жарақаттар бар деп. Ал токсикологиялық сараптаманы тергеушілер 46 күн емес, 56 күннен кейін барып тағайындап отыр. Әрине сарапшылар өзінің тиісті қорытындысын береді. Жаңағы Айбар қазір шөп шегіп жүрген жоқ, бірақ іздеп жүр деді. Сол үшін көп алкогольді сыра магазинға барып қайта жаңағы алып ішіп жүр деді. Алкогольді сыра ішкен кезде белый горячканы мы істемей қалады. Келесі күні жаңағы не істегенін білмей тұрады деп айтатын. Кешірім сұрап, жалынып, мен өзім істегенімді білмей қалдым деп сөйтіп кешірім сұрайтын деп айтатын. Квартирада жаңағы тұрғанында басынан табуретка ұрып, басын жарып больницаға барған екен. Айбар деген маған сендермен сөйлеспесін деп жаңағыдай нетті, ұрды, соқты, шашынан нетіп жұлқып неге дейін залға дейін апарып сөйтіп ұрды деді. Сіздерге хабарламастан бұрын ағайын туысты қосып, бір істі жабуға, баптаны сол 106-да қалдыруға әрекет жасаған ба сіздің ойыңызша? Осылай бір кеңінен жігін тарқатып айтып беріңізші. 23 күні бұл Айбар қамалатын кезге даже бар ғой, мен 28 немесе июльде болған деген емес, тура жаңа 21 күні оқиға 21-ден 22 күні қараған түні болады, 22 күні бұлар уже жаңа сөйлескенде уже сол варианттардың бәрі айтылады ғой. Сөйлесіп тұр деген әңгімені прокурор досына айтты, бүткіл варианттарды қарастырып жатыр деген бір сөздің өзі жеткілікті деп ойлаймын. Тергеушілер тарапынан мысалыға сотта да айтылды, көбінесе жаңағы заң бойынша қарама-қайшылықтар болған, иә, тергеу барысында. Соған тоқтала кетсек, ол қандай олқылықтар? Олардың істеген іс-әрекетіне қарасам, көптеген жаңағыдай қарама-қайшылықтар бар. Неге десеңіздер, енді айтып кеткендей, Айзаттың денесінен, яғни бас шашы су болды дейді. Және шашының арасында құм болды, топырақ болды, шөп болды дейді. Ал Айзаттың тұрып жатқан үйінің есігінің алдын барлығы брусчаткамен төселген. Яғни бұл шөп қайдан шыққан шөп? Қайдан шыққан құм, қайдан шыққан топырақ? Міне сол сұрақ осы күнге дейін менді мазалап жүр мысалы. Ол сұрақтың жауабын біз өкінішке орай әлі күнге дейін таппадық. Маңызды сәттердің бірі сот барысында осы Айбар сотталған азаматтың қол астында істеген жұмысшылар, яғни негізгі бір куәлердің бірі болып табылады. Яғни ол жерде 3 па азамат, иә? Олар сотқа ақыры келмеді, бірақ о баста тергеушілерге олар өздерінің жауаптарын берген. Бірақ сотқа жауап беруге келмеді, біреуі сот ғимаратына кіріп тұрып жоқ болып кеткен. Ол неге мысалыға сондай резонансты іс болып жатыр? Олар шетелге қашып кеткен жоқ. Соншалықты қиын болды ма куәлерді алып келу? Расында да Айбардың қол астында мен білетін 4 жұмысшы жұмыс істеген. Сол кездері жасаған кезінде
Айбардың өзі де айтқан болатын. Яғни мен Айзатпен ұрысқан кезіндегі және төбелескен кезіндегі сәттердің бәрін Таня көрді ғой деді. Яғни Гребещенкова. Ол болды ғой сол кезде. Мен ұрысқан кезінде, ұрған кезінде және де ашулық кезінде тамақты төгіп тастаған Айбар. Соны тамақты сол жаңағы Гребещенкова жуды ғой, стенадан тазалады ғой деп айтқан болатын. Сол нәрселерді тергеу кезінде тергеушілер өкінішке орай назарына алмады. Сонымен қатар Айзатты ұрғаннан бөлек ол өзінің қол астындағы жұмысшыларды да ұратын, үнемі ұратын. Неге десеңіздер, бұны тергеу анықтамаған, бірақ біз қорғаушылар анықтаған болатынбыз. Яғни осы 2025 жылдың сәуір айында Гребещенкованы ұрған кезінде Айзат көріп өзінің жақын туыстарына хабарласқан болатын. Яғни бұл нені білдіреді? Ол Айбардың үнемі Айзатты ұрғаннан бөлек және жаңағыдай өзінің жұмысшыларын ұратын еді. Оның жалпы қорғау тактикасы бір-екі шапалақ бердім және бір рет көкірегінен итердім дегеннің айналасында құрылды. Яғни мен өлтірмедім, оны өлтіруге ниетім болған жоқ деді. Және осы бір сәт жаңағы бізде қоғамда осыған дейін де кеңінен резонанс алған, ол бұрынғы ұлттық экономика министрі Бишімбаевтың ісіне қатты ұқсасты. Екеуінің қорғау тактикасы бір-біріне ұқсас келеді. Осыған байланысты не айтасыз? Енді былай қарап отырсаңыз, Бишімбаевтың соты онлайн трансляция болды, дұрыс қой? Бәріміз көрдік, бәріміз куә болдық. Ол жерде Бишімбаевтың марқұм Салтанатты қалай ұрғанын біз бейнетаспадан көрдік. Қаншалықты қатыгез болған, қаншалықты қатыгез өлімге әкелген, оның сондай сособой жестокостью дейді ғой орысша айтқанда. Сол нәрселерді біз бейнетаспадан барлығымыз көрдік. Ал Айзаттың ісіне келетін болсақ, марқұм Айзаттың қаншалықты қатыгездікпен өлтіргенін біз өкінішке орай көре алмадық. Неге десеңіз, ол жерде бейнетаспа жоқ. Ол жерде куәгерлерде жалған ақпарат беріп отырма, жоқ жасырып отырма, ол да анықтаусыз қалды. Бірақ екеуінің де алған дене жарақаттары бір-біріне ұқсайды. Ана жерде бейнетаспа бар да қатыгездікті көреді де, бұл жерде бейнетаспа жоқ, сондықтан да бұл жерде қатыгездік жоқ деп құқықтық баға берді. Бұл жерде сот өзінің бағасын беріп 14 жыл берді. Егер жалпы негізі бұл бапқа сүйенетін болсақ, біз бұл берген жазамен толықтай келісеміз негізі, толықтай келісеміз. Бірақ қазіргі таңда біз апелляциялық шағым береміз. Неге? Өйткені біз о бастан 99 баптың 2 бөліммен саралансын деп өтініш білдірген болатымыз. Мен өлтірейін деген ойымда ниетімде болған жоқ. Абайсызда болуы тоғылдай. Ашығын айтқанда, нақтысын айтқанда, мұсылманбыз ғой, шайтанның арбауына түсіп қалдым деп ойлаймын. Басқа айтарым жоқ. Үкімге өзіңіздің көзқарасыңыз әділ болды деп ойлайсыз ба? Енді бұл жерде бап сол болып тұр ғой. Бап сол болып тұр ғой. Одан артыққа келе алмайтын бап болып тұр ғой. Негізі 15 жыл сұраған, 14 жыл берді. Мен оған, конечно, келіспеймін. Ол деген бір мысалы біреудің тауық ұрланып кетсе 10 жыл береді. Біреудің серін ұрлап кетсе 10 жыл береді. Мамалап қанша сағат шұғыл қиналып шығып тұрады. Мамалады ғой. Жанына қорғаныш бола алмадың. Жанына сүйеніш болып та алмадың. 2 жастағы қыздың мама деп шырылдаған дауысын естігенде мамам қайда? Ама, ертеңгісін тұрады. Ама, мама қайда? Мама қайда? Сен әйеліңе де қорғаныш бола алмадың, балаңа да қорғаныш бола алмадың. Мында келіп тұрып ертегі айтып отырсың. Қазіргі уақытта Айбар мен Айзаттың 2 жасар қызы нағашыларының қолында. Анасынан айырылған бүлдіршін әжесін мама деп атап, үйге келіп кетіп жүрген қыз келіншектерден марқұм анасының бейнесін іздейді. Бала қазір қорқып қалған, туалетті көрсетіп жылайды, қорқам деп.
немерем менің қолымда кәдімгі өзіміздің мектепте шағын орталық бар, шағын орталыққа августтың 1-нен бастап кіргізген. Қазір сол жерде жаңағы жүр, қазіргі жағдайы жақсы, бірақ неге мамасын папасын іздей ма не деген ешқандай бірақ іздейді. Ертеңгісін тұрады, үш жерде отырамыз, тұрады да, апа дейді, ау десем, мен де түнде түсіне кіре ма деп ойлаймын, мама қайда дейді. Қазір біраз уақыт болды, мені мама деп жүр. Мама дейді. Мама деп. Ана үйге бір жас қыздар мама сияқты келеді ғой. Соларға қарап, бүйтіп бері қарап, ананы ұқсатам екен, жоқ соған не етем, мамам келіп қалды ма деп ойлай ма, әйтеуір жабысып сөйтеді. Шешесі деп әкесін бір папа деп неткен несі жоқ, ол аса нетті тұрған жоқ, есінде бар шығар деп ойлаймын, бірақ тіл жоқ болып тұр ғой, тіл жоқ. Арман мырза, естуімше сіздің жеке басыңызда осындай туған қарындасыңыз, қателеспесем, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болды. Осы туралы айта аласыз ба кеңінен? Өйткені біз елімізде білеміз, көптеген қыз-келіншектер кездесіп жатыр осындай тұрмыстық зорлық-зомбылыққа. Иә, енді өзім жеке басымнан сондай нәрсе өтті. Бұл кісілердің қайғысына мен ортақпын, қаншалықты қиын екені іштей біліп отырмын. Неге десеңіз, бастан өткен азаматтар ғана біледі, қаншалықты бұл қиын екенін. Сондықтан да бұл нәрсе 11 жыл бұрын болған. Я қарындасым болған, өкінішке орай, ол да тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың құрбаны болды. Өзінің жақын адамынан, қалай айтсам болады, яғни сол кездері де қылмыстық іс қозғалды, бірақ қысқартылды. Малды бауыздап алғандай солай бауыздап кетті ғой. Денесіндегі осы күнге дейін алған жарақаттар пышақпен алынған болатын. Қаншалықты дене жарақат алынғаны сол сараптамада көрсетілген, бірақ осы күнге дейін сол сараптаманың қорытындысымен әлі танысқан жоқпын. Өйткені мен ашуға қолым бармайды, оқуға да мен әлі де жүректегі жара әлі бітпеген, әлі өтпеген, сол үшін маған өте қиын. Сондықтан да осындай нәрселерге мен көз жұмып өте алмаймын. Сондықтан да мынау тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың болып жатқан құрбаны жаңағыдай өзіміздің аналарымыз, өзіміздің қыздарымыз, өзіміздің қарындастарымыз ғой. Бұл жерде мен былай айтар едім, еркек басымен қыз балаға қол көтеру деген ол дұрыс емес. Ол көтермеу керек, ол мәпелеу керек. Ал қыз бала бір рет таяқ жеді ме, сол кезде ол қоңырау шалыну керек. Ол тиісті шара қолдану керек. Бізде енді қазақта ұят деген нәрсе көп, бірінші орынға алынады ғой. Көрші естісе де не болады, жақындарым естісе не болады, қайтып келген қыз таяқ жеп келді деген сияқты ұят деген нәрсені біз көбінесе бірінші орынға қоямыз. Ол нәрседен сыру керек, сәл болса да. Бізде заң бар. Заң аясында, заң шеңберінде тиісті құқықтық баға беріп, тиісті жазасын алу керек. Мүмкін егер барлығы солай заңға жүгініп, заң аясында өзінің тиісті жазасын алынатындай шара қолданса, мүмкін тұрмыстағы зорлық-зомбылық азаятын бет. Бірақ менің айтарым, егер еркек адам, әйел адам азатына бір рет қол көтерген болса, ол өмір бақи көтереді қол. Бұндай еркектерді мен еркек деп санамаймын. Бұндай еркектерге көйлегін кигізіп қойып жіберу керек. Бүгінгі шығарылым Айзаттың азапты өліміне арналған, мен бұл жалғыз ғана отбасының қасіреті емес. Қазақстандық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген қыз-келіншектердің ортақ трагедиясы. Біздің айтпағымыз кейде ешқандай қорлыққа қарамай дер кезінде кете білу өміріңізді құтқарып қалудың жалғыз жолы болуы мүмкін. Ал жұдырығын ала жүгіріп агрессияның жетегінде кеткен еркек сымақтарға бұл оқиға сабақ болса, еңбегіміз еш кетпес. Маңызды ақпараттардың ордасында болғыңыз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.